Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі видео өте маңызды. Аяқ-қолдың үнемі тоңып, мұздап, суықта тез қабылдап, себебін білмей жүрсеңіз, онда бүгінгі видео пайдалы ақпараттарға толы болмақ. Видеоның соңына дейін қарап, маған тіркеліп, подписация кнопкасын басып кетулеріңізді сұраймын. Әрдайым сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Аяқ-қолдың үнемі мұздап жүруіне бірнеше себеп болуы мүмкін. Олардың ішінде қан айналымының бұзылуы, қан айналымының нашарлауы аяқ-қолдың суық болуына себеп болуы мүмкін. Бұл жиі қан тамырлардың тарылуы немесе басқа да жүрек қан тамырлары ауруының байланысты болады. Қан қысымының төмендеуі де аяқ-қолдың суық болуына әкеледі. Бұл жағдайда жүрекке қан жетпей, қол мен аяқтағы тамырларда қан айналымы азаяды. Температураның өзгеруі, сыртқы ауа температурасы төмен болғанда дене қан айналымын сақтау үшін ішкі органдарға көбірек қан жіберуге тырысады. Бұл қол мен аяқты суытып кетуіне себеп болады. Қант диабетімен ауыратын адамдарда жүрек жүйесінің зақымдануы мүмкін. Бұл аяқты суық болуына себеп болады. Анемия, қан құрамында темірдің немесе басқа да маңызды компоненттердің жетіспеуі де аяқ-қолдың мұздап жүруіне себеп болады. Стресс пен қобалжу, күйзелістер де қан тамырларының тарылуына әкеліп, аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Қалқанша безінің бұзылуы да қалқанша без гормондарының жетіспеушілігі зат алмасуды баяулатып, салқындық сезімін күшейтеді. Магний, темір немесе В тобының дәрумендері жетіспеушілігі бұл элементтердің жүйке жүйесі мен қан айналымына үлкен әсер етеді. Аяқ-қолдың үнемі тоңып жүруіне мына бір факторлар тікелей әсер етуі мүмкін. Аяқ-қолдың тоңуына асқазан ішек жолдарының белгілі бір проблемалары да әсер етеді. Асқазан ішек жүйесінің жағдайы қан айналымы, зат алмасу және жалпы ағзаның жұмысына ықпал етеді. Мынадай байланыстар болуы мүмкін. Қоректік заттардың сіңуі бұзылады. Яғни асқазан ішек жолдарының аурулары, гастрит, ой жарылар, ішек қабынуы қоректік заттардың әсіресе темір тапшылығына алып келеді. Темір тапшылығы В12 дәрумені, магний сияқты маңызды элементтердің сіңуін нашарлатады. Бұл анемия мен қан айналымының бұзылуына әкеледі. Нәтижесінде аяқ-қол мұздап, тоңып жүретін болады. Зат алмасудың бұзылуы, асқазан ішек жүйесі дұрыс жұмыс істемесе, асқазанға қажетті энергия мен жылу бөлінуі азаяды. Бұл дененің суыққа сезімталдылығын арттырады. Күн суытқан кезде аяқ-қолдың суыққа төзімділігі арта түседі. Ішектегі пайдалы бактериялардың балансы бұзылуы иммунитеттің төмендеуіне, зат алмасудың баяулауына әсер етеді. Бұл аяқ-қолдың тоңуына себеп болады. Асқазан ішек жолдарының қабынуы, созылмалы қабыну ағзадағы қан тамырлардың жағдайына әсер етуі мүмкін. Бұл аяқ-қолдың қан айналымының нашарлауына және мұздауына себеп болады. Аяқ-қолдың мұздауына тағы да бір себеп улану мен токсиндердің жиналуы. Яғни ас қорыту жүйесі дұрыс жұмыс істемегенде токсиндер ағзадан уақытында шығарылмай қанның сапасын нашарлатады. Бұл да қан айналымына кері әсер етеді. Егер сізде асқазан ішек жолдарының мәселесі бар болса, яғни асыңыз дұрыс қорытылмай, ішіңіз кеуіп, немесе жиі жел шығарып, немесе жиі ықылық атып, осындай белгілер асқазан ішек жолдарын гастроэнтерологқа қаралыңыз. Тамақтану рационын реттеңіз. Көкөніс, жеміс, жидек, тұтас дәнді өнімдерді, ақуыз және дәрумендерге бай тағамдарды қосыңыз. Қан айналымын жақсартатын және зат алмасуды белсендіретін жаттығуларды жасаңыз. Аш қарынға үнемі жылы суды жеткілікті мөлшерде ішіңіз. Себебі сұйықтықтың жетіспеушілігі де қан айналымын нашарлатуы мүмкін. Жиі кіші дәретке шығу әртүрлі себептермен байланысты болуы мүмкін. Бұл да аяқ-қолдың мұздауына жанама түрде әсер етеді. Бұл екеуінің де арасында байланыс организмдегі жалпы су, тұз тепе-теңдігінің қан айналымы және зат алмасу процесіне қатысты болады. Жиі дәретке шығудың негізгі себептері зәр шығару жүйесіндегі инфекциялар. Яғни цистит сияқты жиі зәр шығару бактериялармен инфекцияланған
кезде пайда болуы мүмкін. Инфекция кезінде ағзаның жалпы жағдайы әлсіреп, қан айналымы нашарлайды. Қант диабеті де қант диабеті кезінде ағзадағы артық қантты шығаруға тырысып, жиі кіші дәретке шақырады. Сонымен қатар қант диабеті аяқ-қолдың қан айналымы бұзылуы мүмкін. Қантсыз диабет бұл ауруда бүйректер суды ұстап тұра алмайды. Сондықтан да адам жиі кіші дәретке шығады және сусыздануы мүмкін. Бұл да қан айналымына әсер етеді, аяқ-қолдың мұздауын туындатады. Гормоналдық бұзылыстар да қалқанша безінің немесе бүйрек үсті безінің жұмысындағы ақаулар жиі зәр шығарумен қатар аяқ-қолдың мұздауына әкеледі. Бүйрек аурулары бүйректің дұрыс жұмыс істемеуі судың, минералдың ағзада дұрыс бөлінуін бұзады. Бұл аяқ-қолдың салқындауына әсер етеді. Стресс және жүйке жүйесінің бұзылуы да стресстік жағдайларда ағзада адреналин деңгейі артып, зәр шығару жиілігі көбейеді. Бұл қан тамырларының тарылуына және аяқ-қолдың мұздауына әкеледі. Көп су ішу немесе несеп айдайтын дәрілерді қолдану денеден суықтықты шамадан тыс шығарып, қан қысымын төмендетіп, аяқ-қолдың мұздауын туындатады. Аяқ-қолдың мұздауына әсері қандай болуы мүмкін? Сусыздану жиі зәр шығару кезінде ағзада сұйықтық және электролиттердің жоғалуы мүмкін. Бұл қан айналымының нашарлауына келеді. Қан айналымының бұзылуы сұйықтықтың жетіспеуі қанның қоюлануына, ал бұл қан айналымының нашарлауына әсер етеді. Минералдар мен дәрумендердің жетіспеуі зәрмен бірге магний, калий, натрий сияқты минералдар да шығуы мүмкін. Бұл жүйке және қан тамырларының жүйесінің қызметін бұзады. Бұндай жағдайда не істеу керек? Дәрігерге қаралып, урологқа немесе эндокринологқа барып, зәр талдамасын, қант деңгейін тексеріп, басқа да қажетті зерттеулерді жүргізу қажет. Сусын ішу режимін бақылаңыз. Сұйықтықты теңгерімді мөлшерде қабылдап, минералды суды пайдаланыңыз. Тамақтануды жақсартыңыз. Магний, калий, темір және В тобының дәрумендеріне бай өнімдерді тұтыныңыз. Егер сіздің ағзаңызда бұл дәрумендер мүлдем жетіспейтін болса, бұл тағамдарды жегенмен де сіздің ағзаңызда толықпайды да, сізде үнемі қан айналымы нашарлап жүруі де мүмкін. Сондықтан да магний, калий, темір, В тобының дәрумендерін қабылдауға кеңес беремін. Қоспа түріндегі дәрумендерді қабылдасаңыз, оны күнделікті өмірде қорықпастан қабылдауға болады. Қан айналымы жақсарту, жылы киініп, дене белсенділігін арттырыңыз, яғни жаттығуларды жасап, массаж жасап жүріңіз. Егер де бұл жағдай жиі кіші дәретке шығу ұзақ уақыт бойы мазалап жүрсе, міндетті түрде медициналық тексерістен өтіңіз. Менің айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Маған міндетті түрде лайк басып, каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп кетіңіз.